Құрметті көрермендер, бүгінгі әңгімеміз трамблердің қақпағы жөнінде болмақ. Мұнда өздеріңіз білетіндей трамблердің қақпағында 5 тетік болады. Оның ортаңғы тетігінен ең басты қорек көзі тоқ келеді. Осы тоқты трамблердің қақпағының астында бегунок болады. Өткендегі немізде видеомыз айтқандағыдай, ол бегунок сағат тілінің бағытымен мына 4 цилиндрге тоқ жеткізіп тұрады. Яғни тоқ жеткізіп, светшілердің басында ұшқын пайда болады рет-ретімен. Және осы жағдайда, егер сіздер мына желілерді ағытып алып, реттілік қалай болатын анықтай алмайтын болсаңыздар, мына тәртіпті білсеңіздер болады. 1342 сағат тілінің бағытымен 1342 деген. Бұл реттілік. Мысалға, егер сіз бірінші цилиндрді кез келген біреуіне жалғайтын болсаңыздар, келесі тетікті міндетті түрде 3-ке жалғау керек болады. Одан кейінгі тетікті 4-ке жалғау керек болады. Одан кейінгі тетікті 2-ге жалғау керек болады. Және басты айта кететін нәрсе, трамблердағы тұтану тетігін дәл қою белгісі. Сіз қайсыны бірінші цилиндрге жалғайсыз, бегуноктың бағыты сол бірінші цилиндрге қарап тұруы тиіс. Құрметті көрермендер, егер де менің түсірген видеом сіздерге ұнаған болса, лайк қойыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Сіздердің жазған комментарийлеріңіз, сіздердің қойған лайктарыңыз маған келесі видеоны түсіруге шабыт сыйлайды. Келесі видеороликтерде жолыққанша аман сау болыңыздар.